2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бізде мини ара достар. Түсіре аласыз. Штативқа бұл сіздің ішін ашасыз да кнопкасын. Сәлем достар, сіздермен Қытай ок каналы. Бүгін біз сіздермен не істейміз? Әрине посылка ашамыз. Сонымен посылкамызды бізде 4 посылка бар екен достар. Сіздермен бірге тура қазір 4 посылка ашамыз. Сонымен бастайық. Бірінші посылкамыз бізде, мен үлкенінен бастайым всегда. Жарайды, мен осы жолы кішірегінен бастайын и жеңілінен бастайын. Бізде ең кішкентайы мынау екен. Және ең жеңілі. Бұны бізге, мені қараңыздар, Китай ок деп жазып жіберді. Негізі Қытай окқа жіберген. Мені бізге, өзімізге жіберген. Біздің каналға. Соны қазір ашамыз. Пышақ әлі алған жоқпын достар. Соны ашамыз. Бірінші, бұл не болды бізде? Бұл бізде мини ара достар. Ол немене мини ара деп тұрған шығарсыздар. Бұл мини араның қазір ерекшелігін сіздерге айта кетемін. Бұл мини ара, қараңыздар, дат баспайтын металдан жасалынған. Қараңыздар, екі түрлі. Ұзындығы примерно 60-50 сантиметрді құрайды. Мені қараңыздар. Бұны мен не аралауға болады? Екі жағынан ұстап аласыз да, екі қолыңыздан бұлай аралай аласыз. Нені аралауға болады дейсіздер ме? Ағашты, пластикті, немесе сүйек. Қазақтар ет жеген кезде сүйекті аралай аласыздар екі ортасынан. Үйде қолдануға, қол өзіңмен ұстап жүруге өте ыңғайлы зат екен. Жай ғана бұлай орап аласыз да, қалтаңызға сақ қоясыз. Ара керек болса, қалтаңызда сізде ара жүреді. Міне достар, қараңыздар. Темірінің өзі кішкене қаттылау екен. Жайт, келесі посылкаға көшейік. Бұны ашып тастадық. Бізде ең жеңілі мынау екен. Енді осы посылкада не бар екен соншама? Ал көрейік достар. Не бар бұл посылкада? Достар, бұл посылка өте керемет посылка достар, айтпақшы. Бұл не дейсіздер ғой? Бұның ішінде бізде, қараңыздар, сіздерге өздеріңізге көрсетейін, түсінесіздер ме? Міне қараңыздар. Бұл не дейсіздер ғой? Өзіңмен алып жүретін, киіміңіздің бүршігін, қоқымын тазалайтын зат. Мысалы, қалай дейсіздер ғой? Қазір сіздерге көрсетем. Міне крышкасы бұлай ашылады, жабылады, өзіңмен алып жүруге ыңғайлы өте зат. Және бүйтіп домаланады. Міне қараңыздар достар, қазір соны тексеретін боламыз. Міне достар, қараңыздар. Мына киімде кішкене шаң бар, бүршіктері бар. Соны тазалауым керек болады. Міне осылай тазалайсыздар. Міне, мына өзіне жинап алады бүкіл қоқымдарды. Және ішінен. Бұны тазалағыңыз келсе, ішін ашасыз да, кнопкасын. Міне өйтіп ашасыз да. Міне ішін тазалайсыз. Уже қоқым толып кетті мынаның ішіне. Тазалаймыз. Кәдімгідей көмектеседі достарынан, қараңыздар. Міне қараңыздар. Кәдімгідей қоқымның бәрін өзіне жинап алады. Және бүршігін де жинап алады. Қотырларын. Керемет зат екен, бұны және өзімізбен алып жүре аламыз. Міне қараңыздар. Міне келесі посылканы ашайық. Ол бізде кішкене кішіректеу посылка, бірақ жаңағыдан дәу. Жақсы қаптаған екен. Бұл не болды бізде? Бұл бізде санағыш, автоматты түрде қолма-қол санағыш. Егер де сіз мысалға дене шынықтыру пәнінен мұғалім болсаңыз, мен қолдарынан көргем олардың өзін. Санай аласыз, қараңыз. Бір оқушыларға немесе бір адамға жаттығу жасаған кезде санап отырасыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Қайттан нөлге түсіру үшін. Қараңыз, мынандай айналдыратыны бар екен.
Оны қайттан нөлге түсіру үшін мынаны айналдырасыз. Нөлге түседі, қайттан басынан бастай аласыз. Міне қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оны қайттан нөлге қою үшін былай істей аласыз. Керемет зат екен. Мына жері металл, тат баспайтын, ұстайтын жерде бар. Брелок қылып кілтке тағып алуға да болады, достар. Және де бұны әрдайым сіз санап жүретін болсаңыз, немесе бір антистресс десек те болсын, мынаны басқан кезде бір жақсы сезімде боласыздар, достар. Керемет екен, достар. Бұл зат ұнады маған. Енді бізде, достар, дәу зат десең де болады. Дәу зат емес, бізде ең, достар, енді үлкен зат қана қалды. Бұны ашып көрейік сіздермен, не екен бұл. Міне ашамыз қазір. Бұл бізде кім білетін екен. Мынандай бар екен. Және де мынандай бар екен. Бұл бізде штатив. Кім білмейді, штатив дегеніміз бұл адамдар видео түсіргісі келсе, штатив керек болады. Ол штативқа сіз бұл арқылы видео түсіре аласыз. Штативқа бұл сіздің жаңағы камераңызды дұрыс орнатуына, міне қараңыздар, өрегенмен. Бұның ұзындығы, шатаспасам, 65 сантиметрді құрайды. 1 метрден асады енді, бір сөзбен айтқанда. Міне қараңыздар. Бұлай жанға бұра аласыз. Мынаны астыға, үстіге түсіре аласыз. Мынаны бұра аласыз еще. Бүкіл жағы қарастырылған. Темір металл, нержавеющий. Қазір сіздермен отырғызып көреміз бұны. Міне қараңыздар. Мысалы, мына жерге фотоаппарат қояды. Ол фотоаппаратты, кейбір адамдарда фотоаппарат жоқ, телефон ғана ғой, мысалы. Сол телефонды қою үшін мынандай салып жіберді посылканы. Бұл затты телефонға қыстыруға болады. Бұл затқа телефонды қыстыруға болады. Сол арқылы сіз видео түсіре аласыз. Мынаған қыстырып. Бұны оп-оңай тағылады. Мына жерде тесігі бар. Мына жерге тағамыз былай. Міне, достар, тағылды. Мына жерге телефонды қыстырасыз да оп-оңай түсіре бересіз. Телефонды былай қыстырасыз және түсіре бересіз. Түзулігінде өзіңіз таңдайсыз. Мына жерде жанға жатып, қисайтып түсірсеңіз де өзіңіз білесіз. Өревен өйткені сізде мына жерде тұрады жанында, сол өревен арқылы таңдай аласыз. Міне, достар, бұл штативтің ұзындығын 1,5 сантиметрді құрайды. Шатаспасам, және де бұл заттарды сатып алғыларың келсе, мына штативті, мына антистрессті бәрін, санағышты бәрін сатып алғыларыңыз келсе, ссылка видеоның астында, достар. Және де біздің каналға жазылып, Қытайок каналын қолдап, достар. Және де біз мини конкурс өткізетін боламыз. Осы әрбір затты, қазіргі ашылған заттардың бәрін бір жазылушыма беретін боламын. Ол үшін конкурстың шарттары осы видеоға лайк басып, коммент жазып, және осы видеоны 5 достарыңа жіберу. Осы видео 20 000 лайкқа жеткен кезде мен ол видеоны генератор арқылы өткізіп, конкурсты видео отчетпен сіздерге көрсететін болам. Және сол кім жеңеді, мен мына штативті, санағыштарды бәрін сол адамға жіберетін боламын. Достар, осы конкурсқа қатысқыларыңыз келсе, каналға жазылып кетіңіздер, видеоны 5 адамға жіберіп, жай ғана лайктарыңызды басыңыздар. Бұл видео сіздерге жақсы болды деген ойдамын. Не қызықты заттар көрдіңіздер Алиэкспресстен, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Мен ол зат маған ұнаса, оны міндетті түрде заказ беремін, достар. Достар, келесі кездескенше сау болыңыздар.
Әрине қыздар